Қазір бізге Дәулет мырза қосылып жатыр. Күте тұрайық. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Жақсы. Жақсы ма? Жақсы. Естіліп тұр? Иә, жақсы естіліп тұр. Өте жақсы. Мені естіле ме? Иә, естіліп тұр сізде. Дұрыс па? Окей, жарайды. Құрметті студенттер, құрметті әріптестер, қайырлы кеш. Естіліп тұрмыз ба? Көріп отырсыздар ма? Сәлеметсіз бе, Назым? Қазір студенттеріміз жиналып жатыр. Әрине, қосылсын. Барлығына қош келдік деймін. Жақсы, мен негізі жұмысқа шығып жүрмін. Жай қазір үйге ертерек шықтым. Бүгін мына эфир деп сұранып. Үлкен рахмет. Осы студенттер эфирге ертерек келгеніңізге. Рахмет. Енді бізге де күшті ғой енді. Естіп шақырып отырғаныңыз өте керемет. Ризамын. Осы факультетте, осы біздің мамандықта оқыған студенттерді осындай жақсы жетістікке жетіп жатса, әрдайым құрметтейміз. Сіздер деген біздің қазіргі студенттерге үлгісіздер ғой. Кейін олар да өсіп, кейінгі студенттерге үлгі болып жатса, енді бұл өте жақсы жалғастық. Рахмет, аумин. Жақсы, бізде қазір 20 шақты адам бар, студенттер әлі қосылып жатқан болу керек, сабақтан шығып. Әрине. Қазір онлайн жүйеде өтіп жатыр, сабағымызда, емтихандарымыз. Қалай екен? Үйреніп қалдық. Негізі осы оқу процесінің жартысы болмаса да, қандай да бір бөлігі осы онлайн жүйесінде өткізіледі деп күтілуде. Енді бұл бізге үлкен дайындық болды негізі. Мектеп болсын, университет болсын. Барлық салада да жалпы информатика саласынан бір сауаттылығымыз барлық Қазақстан халқының біраз. Иә, қазір деген енді IT мамандары тапшы болып қалды ғой. Иә. Жақсы, онда біздің сағатымыз 7-ден асып бара жатыр. Дәулет мырза. Жарайды. Онлайн эфирімізге, онлайн сұхбаттасуға қош келдіңіз, келісім бергеніңізге. Рахмет. Шақырғандарыңызға рахмет. Мұнда біздің студенттеріміз бар, сізді білетіндер бар, сыртыңыздан факультетке келген. Барлығына сәлем. Білмейтіндер бар, бірінші курс студенттері бар деген сияқты, кейбір сырттан абитуриенттер отырған болу керек. Сондықтан енді өзіңізді, осы біліміңізді алған біздің факультетімізде таныстырып өтсеңіз толығырақ, ары қарай қызметіңіз жөнінде. Ең алдымен енді сізге үлкен алғысымды білдіремін, естіп шақырып, көңіл бөліп отырғаныңызға. Енді мен өзім осы факультетті 2009 жылы бітірдім. Шет тілдер филологиясы мамандығы бойынша 2 тіл оқығанмын. Біріншісі корей тілі, екіншісі қытай тілі. Енді қытай тілі қиынырақ шықты. Қазір енді бұлай аздап болмаса, онда қатты біле бермейміз. Бірақ енді корей тілі мамандығын алып кеткесін жерде, сол университетте оқып жүріп ақ, 4-ші курстан бастап жұмысқа кірісіп, аудармашы ретінде. Содан мінекей қанша, бір 10 жылдан асқан шығар, аудармашы болып істеп жүргеніме. Компанияларда істедім, елшіліктерде істедім. Қазір мінекей сыртқы істер министрлігінде істеп жатырмын. Фрилансер болып істедім. Бүкіл өмірім, яғни университеттен кейінгі бүкіл өмірім осы корей тілімен, Кореймен байланысты болып қалды. Соған мен енді ризамын, себебі өз мамандығым, өзім сүйетін мамандығым. Университет мықты білім берді деп мен санаймын. Сол білімнің арқасында мінекей осындай биік деңгейге көтерілдік.
Оған мен өте ризамын бүкіл мұғалімдеріме, бүкіл ұстаздарыма, енді сенсенимдер дейді, я, көсенимдер, соларға барлықтарына енді рахмет, алғысым шексіз. 2016 жылдан бастап өзім мемлекет басшысына корей тілінен аударып жүрмін. Енді Астанадағы көптеген жаңағы үкіметтік аудармалардың бәріне дерлік өзім барып, енді аударып жүрмін. Солай аудармашымын. Иә. Жалпы сіздің корей тілін оқуыңызға кім себепші болды? Өзіңіздің таңдауыңыз ба, әлде? Өзімнің енді таңдауым дегенде... Сіздер оқыған кезде қатты бір сондай танымал емес, енді шығып кішкене танымалдығы өсіп жатқан кезең болатын, е? Қазір корей тілі мен қытай тілі өте танымал. Ал сіздердің уақыттарыңызда қайдан корей тілін қалайша таңдадыңыз? Енді мен негізі мектепті бітірейін деп жатқан кезде кім болам, қандай мамандық алам деген ойда жоқ болатын. Шыны керек, оқуды былай енді қатырмадық мектеп кезде. 3-те болды, неше түрлі бағалар болды енді. Көбінесе жаңағы спортқа қызығушылық болған. Соған университетке қайда түссем дегенде өзім дайын емес болғам сол сұраққа. Соған басында мен қазір енді Қаныш Имантайұлы Сәтпаев атындағы сол университетке документімді тапсырған басында. Мамандық гидрометеорология. Бірақ грантқа бірнеше балл жетпей, грантқа салмадым. Сондықтан өзім жұмыс істеуге шешім қабылдадым. Сөйтіп 1 жыл жұмыс істедім. Түспей. Бүкіл енді құрдастарым бәрі университетке түсіп кеткен, мен болса жай қарапайым официант боп жұмыс істеп, ақша тауып әйтеуір. Сөйтіп жүргенде корей тілі курстары тегін үйретеді дегенді естідім. Ол қарасам Алматыдағы Қазақстандағы Корея Республикасының елшілігі жанындағы мәдениет орталығы, Кореяның оқу білім орталығы, сол жер екен. Сөйтіп мен енді тегін дегесін жерде неге бармасқа деп сөйтіп мен бардым. Бардыңыз, е? Иә, былай бардым, жай. Әйтеуір бір қызық болды да. Сөйтіп бардым, уақытым көп, бос дегендей. Сөйтсем орын жоқ. Маған айтты, сентябрьде келіңіз, орын болып тұрса аламыз сізді. Жоқ болса енді кешірерсіз. Сөйтіп сентябрь күні бардым, орын бар екен. Бастадық сөйтіп. Сөйтіп енді білмеймін, енді 1 жыл бойы андай түк істемегесін жерде ма, оқуға деген ынта деген мынандай болып тұрды. Содан бастап кеттік. Ол жерде енді бастауыш A1, A2, A3, сосын B1, B2, C деген, яғни пирамида ретінде сондай система екен. Сөйтіп кеттік, A1-ді бүкіл 5 алып, жаңағы бір қате жібермеппін. Тесттердің бәрі 100 балл. Иә, сөйтіп оқып, әйтеуір керемет жақсы болып кеттім. Содан не керек, жаңағы орталықтың басшылары маған айтты, корей тілін енді бір шама үйреніп алдың. Мына жақта бір жүрген корей отбасысы бар, Кореядан келген азаматтар. Балдарына орыс тілін үйрете аласың ба деді. Сөйтіп мен айттым, әрине үйрете алам деп. Сөйтіп жаңағы репетитор ретінде жұмысымды істей бастадым. Сол отбасы мені бір күні бір профессормен таныстырды. Сөйтсем, ол профессор жаңағы Инияздың, біздің жаңағы Инияздың Кореядан келген профессоры екен. Соған менімен танысып, тістеді Иниязға. Корей тілінің деңгейін естіп,
Инязға түс деп енді өзі шақыру берді. Содан мен Инязға дайындалып, тестке дайындалып, ЕНТ-ға дайындалып, сөйтіп түстім. Бірақ енді корей тілін енді оқыдым ғой жаңағы орталықта. Сөйтіп орталықтан түскесін жерде енді корей тілін біліп түстім. Содан енді староста болдық, не болдық, анау мынау боп енді бітірдік сонымен. Солай. Өте жақсы. Яғни қандай да бір себеп болып корей тіліне жолыңыз түсті. Иә. Қазір соның жемісін көріп жатырсыз корей тілінде. Иә. Өте ризамын. Басында сіз айттыңыз, иә, жаңағы политехникалық университет таңдадым, сондай мамандықты деп. Одан кейін корей түскеннен кейін кішкене жалпы тілді оқу барысында ол жерде теориялық сабақтар болады, ешқандай қиындық болған жоқ па? Қандай қиындықтар? Әрине қиындық болды. Өте көп қиындық болды. Түсінбейтінмін. Семасиология, семантика дейді, не дейді. Ондайға теория ғой енді, көп теориялық жағы. Әрине қызыл дипломмен бітіріп шықтым, бірақ жеңіл болмады. Себебі мен көбінесе жаңағы тілдің өзіне деген жаңағы сөйлеу, есту, жазу, соған көп көңіл бөлдім, бірақ ана теориялық жағы әліге дейін нашарлау шыны керек. Көбінесе сол тілдің өзін үйренуге тырыстым. Қиын болды. Жеңіл емес. Бірақ корей тілі өте қызық болды, қызықтырып кетті. Бір бастағасын жерде енді сол өте жеңіл кетті. Және қазақ тілімен енді сәйкес кеп тұрғасын, грамматикасы оқығанда еш қиындық болмады, былай жеңіл алып кеттім тілдің өзін. Оқу барысында сіз тілдік тағылымдамаға бардыңыз ба Кореяға, сол бакалавр барысында? Бардым 2 рет. Жоқ, 1 рет барыппын. 1 рет Кёнхи деген университет. Кёнхи көбісі білет енді корей тілімен байланысты. Өте жақсы университет, күшті университет. Қазіргі президент айтпақшы сол Кёнхиден шыққан. Сонбе. Иә. Сол университет түлегі. Соған енді 1-3 айға барып келгенмін. Кезінде. Алғаш рет Кореяға барғанда стажировкасы емес, жай бір мәдени программа болған. Бірінші курсты бітіріп, екінші курсқа өтпей тұрғанда, жаңағы жаздық каникулда 3 аптаға Кореяға барып келгенмін. Сол елшіліктің бағдарламасы болған. Ол сіздің алғаш рет шетелге шығуыңыз ба еді сол кезде Корея? Иә. 20 жастамын. Бірінші рет шетелге шығып жатырмын. Күшті, керемет. Содан міне сол екен, жылына 1 рет Кореяға баратын болдым мен. Содан кейін. Біресе оқу, біресе жұмыс, біресе анау мынау дегендей. Әйтеуір бірінші паспортымды сол Кореяның визаларымен тауыстырдық. Яғни Корея мен корей тілі сіздің тағдырыңызға өте үлкен әсерін. Иә, сөйтіп айтсақ та болады, иә. Оқып жүріп сіз ойладыңыз ба, аудармашы болам деп мақсат тұттыңыз ба әлде? Иә, ойлағанмын. Аудармашы болам деп, армандағам аудармашы болуға. Өзімде енді бірінші курстан бастап кішкене аударып жүрдім, кішкентай заказдармен. Яғни жалпы мақсатты түрде сіз аудармаға бардыңыз, иә? Кейбір әрине. Студенттер болады, жоқ, мен аудармамен айналыспаймын, жай ғана өзім үшін деген. Қазір сондай көп студенттер арасында. Өте аз студенттердің ішінде мен жақсы, мықты аудармашы болуға тырысам деп сабақта айтты. Негізі аудармашы болу өте қиын. Аудармашы болу. Неге? Себебі аудармашы деген ол жай тілді білу ғана емес, сол мемлекеттің және мәдениетін терең түсіну. Және кез келген кездесудегі
қатысатын барлық азаматтарды талдай білу, аналитикалық талдау жасай білу, сосын өз мәдениетіңді, өз тарихыңды бәрін біліп отыруың керексің. Аудармаға барғанда тек жаңағы мен ана тілді білем, барып аудара салам деген жоқ. Әр аудармаға аудармашы өте мұқият бірнеше күн дайындалу керек. Материалды барынша іздеп, қазақ тілінде, орыс тілінде әуелі бүкіл материалды ақтарып шығып, сосын корей тіліндегі материалды оқып шығып, көріп, соны интернеттен неше түрлі сайттар бар, неше түрлі бір нелер бар. Ақпарат деген қазір жеңіл ғой. Кезінде мен оқығанда ондай интернетінде болған, бірақ интернетке доступ деген көбісінде болмады. Қиын болды ақпарат жинау. Қазір жеңіл. Сондықтан бәрін мұқият дайындалып, сосын әр тараптың қатысатын, келіссөздерге қатысатын әр тараптың мүдделері мен мақсатын түсініп алу керек. Неліктен осы кездесу болып жатыр? Неліктен бұл кездесу қажет? Бұл кездесуден қазақстандық тарап не күтіп отыр? Кореяның тарапы не күтіп отыр? Одан бұрынғы өткен кездесулер негізі болды ма? Және сол кездесулерден алынған қандай жаңағы процесс дейміз ғой, жаңа процесстің түсініп алу керек. Яғни аудармаға барардың алдында әр тараппен бір сөйлесіп алу керек әуелі. Сонда ғана жаңағы аударманың сапасы несі жоғары болады. Сондықтан аударма енді қиын, бірақ үйреніп алса алып кетуге болады. Ал әрине аудармаймын, бүйтпеймін дейтіндер болса, әрине тіл деген енді тек аудармаға қажет зат емес қой. Тілді біліп, тілді үйреніп, кез келген саланы үйреніп алуға болады. Мысалы, дизайнға жақын адам болса, тілді біліп, Кореяның жаңағы дизайн әлемі туралы зерттеп, өзінің дизайнерлік бағыттағы жолын бастап кетуге болады. Егер мысалы музыка саласына қызығамын десе, жаңағы кей-поп, entertainment саласы, тілді үйреніп, сол Кореяның тәжірибесін үйреніп алуға болады. Сосын сол тәжірибенің жақсы тәжірибелерді өз елімізге алып келуге болады. Сонда енді көп тіл деген үйретуге болады, оқытушы ретінде. Сондықтан тек аудармамен бітпейді ғой тіл деген. Тілдің қолдану аясы көп. Мына жерде алшақтап кетпей тұрғанда студенттердің бір-екі сұрағын оқып кетейін. Корей тілін үйренгенде барынша қиындық туғызатын не нәрсе деп ойлайсыз дейді. Жаңа сіз айтып кеттіңіз, тағы естімей қалса студенттер. Менің ойым ол ханча. Яғни Қытай тілінен шыққан сөздер. Оларды білу керек. Және Корей тілінің сөз байлығы өте терең, өте көп. Синонимдер өте көп. Себебі Қытай тілінен шыққан сөздер бар. Қытай тілінен шыққан сөздердің өзінің синонимі бар. Және де Корей баяғы өз Корей тілінің сөздері бар. Сондықтан кез келген сөзге өте көп аналогтар бар да. Сондықтан менің ойым жаңағы ханчаны терең оқу керек. Және жай оқымай, оны жаза білу керек. Сонда өте көмегі тиеді. Әсіресе экономика саласы, саясат, кішкене енді күрделі сала күрделене берсе, жаңағы ханчалар көбірек шығады. Әрине кей-поп, жаңағы entertainment саласында ондай ханча таба алмайсыз. Бірақ экономиканы оқиын десеңіз, ханча деген өте көп келеді. Сондықтан ханчаға көп мән беру керек деп ойлаймын. Рахмет. Яғни Қытай иероглифтерінде, жалпы Қытай тілінен де хабары болған артықтық етпейді, солай ғой? Артық етпейді. Қытай тілін бірге үйреніп, Корей тілін үйренсе, онда мықты маман болып шығады. Аудармаға қайтып оралсақ,
ең алғаш рет аудармаға барғанда әрине біз ешқандай да бір тәжірибесіз барамыз. Әрине. Әрдайым қиын болады. Шетелдің тәжірибесін алатын болсақ, ол жақта мәтіндер барлығы дайын, ертерек алдын ала беру деген. Бірақ Қазақстан реалиясында қарайтын болса, көп жағдайда дайын материал уақытында берілмей жатады. Солай ғой? Берілмейді, көп берілмейді. Сол мезетте сіз жаңағындай синхронды да аудару керек боласыз, ілеспеде басқа да аударма жасау керек боласыз. Ең бір қиындық тудырған сәттер басында кішкене қиналып, уайымдаған сәттеріңіз болды ма? Әрине. Байланыс үзіліп кетті ғой. Үзіліп кетті. Кешірерсіз. Әрине ондай өте көп болды ондай ситуациялар. Себебі адам бүкіл саланы қамти алмайды. Қалай, мысалы, сіз кеше ғана студент болып, бүгін бір бетон заводына барып, сол бетонның құрылысын, бүкіл несін ақтарып, станоктарын қалай аударып кете аласыз? Ешқалай. Немесе кеше ғана студент болып, бүгін транспортный система, умный город, мынау дейді, смарт сити, автобуста төлейтін карточкалардың қалай аударасыз? Аудара алмайсыз. Немесе кеше ғана студент болып, дәл бүгін диагноз біреудің диагнозын қалай аударасыз? Аудара алмайсыз. Сондықтан аудармашы болам деген адам ең алдымен орысша айтқанда кругозор. Яғни бүкіл дүниетанымды тереңдету керек, күнделікті. Ол үшін не істейміз? Ол үшін кітап оқу керек, жаңалықтарды қарап отыру керек, әлемдегі не болып жатқан бәрін қарап отыру керек, және кітаптар оқу керек, түрлі кітаптар оқу керек. Сонда адам енді солай дүниетанымы кеңейіп, түрлі салаларды енді терең кетпесе де кішкене үйреніп алу керек. Мысалы, банк деген қайсыларыңыз біледі? Мысалы, студенттердің ішінде банк қалай жұмыс істейді? Оның принциптері қалай? Депозит деген не? Кредит деген не? Пайыз деген не? Орташа пайыз деген не? Солардың барлығын бір ерінбей, бір күн уақыт бөліп, банктың системасын бір қарап шығыңыз. Ертеңгісін медицинаның саласын бір қарап оқып шығыңыз. Келесі күні, мысалы, машинаның құрылысын зерттеп көріңіз. Корейше қалай болады екен? Солай. Сондай салаларды енді біліп отыру керек. Әйтпесе, сразу шыға алмайды адам аударма. Сұрақтар кетіп жатыр, иә? Корей диалектілерін қалай тез түсініп кетуге болады дейді. Иә, бұл енді бұл мәселе диалект қажеті жоқ нәрсе деп мен өзім санаймын. Неге? Себебі сериал қарағанға күшті, керек. Мысалы, бір Сеул емес, басқа бір провинцияға оқуға түсіп, сол жердегі енді өмір сүргенге керек. Өмір сүргенге. Бірақ ол уақытша. 1 ай боласыз, 2 ай боласыз, 1 жыл боласыз. Сосын кетіп қаласыз. Бітті. Сатуридің керегі болмайды сіздерге. Барлығы Сеул диалектінде сөйлейді. Бүкіл бизнес, бүкіл саясат, бүкіл адамдар. Сондықтан Сеулдық диалектіге, яғни орталық дейді, стандартты корей тіліне мән беріп, Сатури мынауларға вақытты көп кетіруге болмайды деп ойлаймын. Бірақ әрине тілдік жағынан зерттейін дейтіндерге әрине барып, сол регионға барып, сол адамдармен сөйлесіп, қастарында тұрып, сериалдарын, киноларын қарап дегенде үйрену қажет, егер зерттеу мақсатында болса. Ал бірақ өмірге ол түк керек зат емес, яғни менің ойым оған уақытты кетірудің қажеті жоқ. Яғни диалектіге уақытты көп кетірмей, одан да классикалық стандартты тілге көбірек бөліп, соны тереңдеп оқу керек. Әрине.
Мысалы, Корея Қытай емес. Корея кішкентай мемлекет. Ол жерде енді сатури бар, бірақ диалект бар, бірақ кішкентай мемлекет. Бәрі бір-бірін түсінеді Сеулдік немен. Мысалы, ол Қытай емес, Гуандong, иә, Гонконг, иә, Гуанчжоу емес. Шанхайдың диалектісі. Мысалы, егер сіз бизнесмен болып тұрсаңыз, Шанхай, Гонконгпен көбінесе сөйлесіп жүресіз. Онда сол тілді үйрену керек. Ол Қытай, себебі ол үлкен, спецификасы бар. Ал Корея кішкентай, бәрі сеулша сөйлейді, біледі. Сондықтан керек жоқ зат деп ойлаймын. Жалғастырыпты, Чеджудың диалектісін Корей халықтарының өзі кейде түсінбейді, ал аудармашыға сондай ситуация түсіп қалса, ондай ситуациядан қалай шығуға болады дейді. Қараңыз, аудармашы аудармаға барғанда көбінесе қандай аудармаға барады? Көбінесе бизнес, 90% бизнес шығар. Ал бизнесті корейліктер Сеулдің несімен жүргізеді. Әрине, бизнестің дәмін татпаған, бір кішкене ақша тауып алып, шетелге шығып бизнес жасаймын дейтіндер бар. Өмірі Сеул, Кореяның масштабында әлі бизнес істеп көрмей, ақша тауып, сразу Қазақстанға кеп бизнес істеп кететіндер бар. Оларға енді сондай түсінік жоқ, Сеул акцентінде сөйлеу керек деген. Өзінің ауылда жүрген тілімен сөйлей береді. Ондай адамдар бар. Ондай бизнесмендер бар. Бірақ оған айтып жатырмын оны, ондай бизнесмендер, ондай адамдар бүкіл практикада мүмкін 1 рет, 2 рет кездесер. Ол үшін уақытыңызды бөліп, соны үйреніп, қажеті жоқ деп ойлаймын. Тек в уважительной форме айтамыз, кешіріңіз, Сеул диалектісіне сөйлеңіз десеңіз, бітті, бәрі сөйлейді. Дәулет, мұнда біздің студенттеріміздің арасында әлі де мұғалімдерінен бөлек, осындай практик кісілерден кеңес алғанды қалайтын студенттеріміз бар. Яғни, мысалы, аудармаға барсам болашақта, жазбаша аударма қалай, ауызша аударма қалай? Сіз өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісіп кетіңізші. Жазбашада, мысалы, мынандай қиындықтар кездеседі. Ауызшаның мынандай ерекшелігі бар деген сияқты. Енді оны мен енді аударманың барлық түрін жасаймын. Ілеспеліні, синхронный, яғни сыртқы істер министрлігінде корей тілінен жалғыз синхронды аудармашымын. Сыртқы істер министрлігі тізім жасаған болатын, әр тіл бойынша синхронды аудармашыларды жинаған, конкурс өткізген. Содан енді мен өттіп, сол тізімде тұрмын. Сондықтан кез келген үлкен саяси кездесулерге синхронный аудармашы керек болып жатса, мені шақырады, соған барып жүремін. Ал жалпы енді көбінесе әрине жай ауызша аудармадамын көбінесе, жазбашада көп істейтінмін, бірақ әрине ауызша аударма тез, ойлау қабілеті тез болу керек. Яғни ауызша аударма кезінде тұрып қалу, күтіп қалу, ойланып қалу деген болмау керек. Яғни реакция мықты болу керек. Ол реакция қайдан келеді? Реакция деген ол әрқашан оқып, дайындалып, жаңалықтар қарап, киноларын қарап, содан енді жиналады. Сөздік қор, күнделікті сөздік қорды жинастырып отыру керек. Мысалы, мен барлықтарына енді ұсынатыным, таңертең тұрғанда KBS бар, KBS News, YTN News деген бар, GTBC деген телевизиялық каналдар бар. Соларды ашып, қарап, YouTube-тан лайфты қарап, немесе кешкі жаңалықтарды бір қарап шығу керек. Сонда сізде сөздік қор ақырын жинала береді. Мен мысалы Кореяда жүргенде
бір жарты жыл күнделікті шығатын газетке жазылғанмын. Саяси экономикалық газетке. Күнде жаңағы общежитияға, жатақханаға газет келеді. Мен оны сабақтың алдында алып, газетті бір оқып шығам түгелімен. Сосын ұнаған бір-екі мақаланы алам да, сол мақаланы талдаймын. Яғни, сол мақаладағы барлық сөздерді өзіме түртіп жазып алам. Және сөзді ғана жазып алмайым, сөз тіркесін бір жазып алам. Сосын бір сөйлемді жазып алам. Сосын өзім сол сөзге бір сөйлемді құрап, сөйтіп жазып алам. Сонда сол сөз, керекті жаңа сөз, өмір бақи жаңа қалады есіңізде, ұмытылмайды. Сөйтіп сөздік қор жинала берсе, сіз ауызша аудармаға дайын болып тұрасыз. Жазбаша енді әрине жеңілірек, себебі уақыт көбінесе көп болады. Уақыт көп болғасын жерде қарап жібересіз, ана жерден бір түртіп аласыз, ана жерден бір түртіп аласыз дегендей. Яғни, бірақ оған терпение керек жазбаша аудармаға. Бір отырып, нақтылық. Мен шыны керек, ондай терпение аздау, мен көбінесе ауызшаны жақсы көремін. Тез аударып, сол жерде аударып, бітіре салатын. Отырып, бірнеше күн бір текст аударып, ондайды қатты жақсы көрмеймін өзім. Жақсы, түсінікті. Жаңа айтып кеттім ғой, жалпы кішкене Қазақстанда аудармашыға бір қойылатын талаптарда бір шетелдегідей емес, бір жетіспейтін жерлері болады. Енді осы ретте жалпы аудармашыға қойылатын талаптар және аудармашы ретінде, мысалы, студенттің, түлектің, маманның құқығы туралы айтып кете аласыз ба? Мен аудармашы болсам, мысалы, студент, қандай жаңа тапсырыс берушіден нені талап ете аламын? Мысалы, аудармашы мынандай талапқа келіспеймін деп, қандай жағдай болады? Түсіндім. Ең алдымен бүкіл талаптарды заказчикпен, тапсырыс берушімен келісіп алу керек, ең бастысы. Сосын контракт болса, шартқа қол қойып бастау керек жұмысты. Себебі бүгін сіз аударасыз, ертең сізге айтады, кешіңіз, аудармаңыз ұнамады, сау болыңыз. Не істейсіз сол кезде. Сондықтан міндетті түрде енді шартқа қол қойып бастаған дұрыс. Сосын әрине енді өзіңіздің талабыңыз әрқашанда талап етіңіз керексіз. Маған бір күн бұрын материал беріңіз. Немесе 2 күн, 3 күн бұрын материал беріңіз. Немесе бүкіл не аудару керек, бәрін түсіндіріп беріңіз. Немесе жаңағы тараптар емес, тараптар. Сол кездесетін тараптардың номерларыңыз беріңіз. Мен өзім сөйлесем деп. Өзіңіз сөйлесіп, звондап, сұрап, біліп алуыңыз керек сіздер. Қандай не кездесу болады. Сол маңызды. Және баға деген, енді баға мәселесі де қызық негізі. Әрине, барлығы арзан беруге тырысады. Аудармашылар көбірек алуға тырысады. Сондықтан енді келіспеушіліктер әрқашан болады. Бірақ менің ойым, аудармашылар жас кезінде, яғни опыт, тәжірибе жетіспей тұрғанда көбірек барып жүрулеріңіз керек. Ақшасына қарамай, тегін, керек кезде тегін барып жүріңіздер. Керек кезде бір символический, бір кішкене берем десе де бара беріңіздер. Оның барлығы тәжірибе, оның барлығы сізде жинала береді. Әр аудармашында портфолио деген зат болу керек. Әр аудармашының портфолиосын сіздер, мысалы, бүгіннен бастап өздеріңізге портфолио жинай беріңіздер. Ол не деген сөз? Жай ғана тізім. Былай жазасыздар. Мысалы, номер 1 заказ, номер 1 аударма. Датасы осындай күні. Қайда? Алматы қаласында. Кімге? Осындай компанияға. Кіммен кездесті? Осылармен кездесті. Мәселесі қандай болды? Тематикасы. Экономика, финанс, страхование демекші. Сондай жазып аласыз. Сөйтіп, сол тізім өмір бойы жинала береді.
сол тізім сосын сіздердің бағаларыңызды көтереді. Сондай тізім, яғни портфолионыз әдемі болса, үлкен болса, түр-түрлі болса, сіз кез келген тапсырыс берушіге портфолионызды көрсетесіз. Мінекей мен бір 2 жыл аударып жүрмін, бір 30 шақты аудармаға барып шықтым. Мінекей барлығы бар. Заказчик мынау дегендей. Вот соның барлығын ұстап отырасыз. Керек и фотографиялар. Өте маңызды. Жаңағы сурет жинаңыздар. Суреттер ма? Аудармадағы, встречадағы сол суреттердің барлығы сіздерге как доказательство дегендей сол керек болып тұрады. Бағаны сосын көтере бересіздер. Иә. Өте жақсы тәжірибе екен. Ал аударма барысында, мысалы, біздің студенттеріміз әлі де білмейді. Аудармаға барған кезде мен аудармашы ретінде кейбір мәселеге өз ойымды қоса аламын ба, қоса алмаймын ба? Өз ойыңызды бұл жерде былай. Бұл жерде әр неге байланысты? Кезге байланысты. Мысалы, бұл саяси үлкен бір дәрежедегі бір үлкен кісілермен отырыста, мысалы, әкіммен кездесу. Бір бизнесмендер әкімге кірді дейікші. Әкімге аударып жатырсыз. Әрине, бұл жерде болмайды. Қосымша өз затынан сөйлеу түк болмайды. Қатаң. Не айтты? Аудардың. Не айтты? Аудардың. Бітті. Ал егер мысалы, бір проектті дейік. Бір проектіде Корея мен Қазақстанның мамандары бірлесіп, бір мәселені шешіп жатыр дейік. Мысалы, уже анандай детальді болады ғой, сондай формализм жоқ. Анандай костюм шалбар бүйтіп отыру деген, алдында су, алдында флажок дегенде ондай жоқ. Жай ғана жұмыс кездесуі. Ондай жұмыс кездесуде әрине барынша көмектесіп отыру керек әр тарапқа. Мысалы, Корей тарапы бірдемені айтты ма, сіз аудардыңыз. Қазақстан тарапы түсінбей қалды. Сіз, мысалы, бұл сөзді емес, ал жалпы Кореядағы системаны түсінбей жатса, Кореяның жалпы системасы қалыптасқан технологияларын түсінбей жатса, онда сіз өз затыңыздан түсіндіріп кетуіңізге болады. Немесе Корей тарапы қазақстандықтардың айтқан сөзін түсінбей жатырса, сіз қасында отырып түсіндіріп жібересіз. Мінекей мынандай деп. Яғни, бұл енді әр встречаның, әр кездесудің түріне байланысты болады. Формальный ма, неформальный ма, дружеский ма, сол жағы енді өте маңызды. Қатып қалған ондай не жоқ. Қайта аудармашының басты мақсаты екі елді біріктіру, екі тарапты біріктіру, барынша көмек беру, көпір болу, байланыстырып отырады. Ал қалай ол байланыстырып отырады? Егер түсінбесең қой, отыра беріңдер сөйтіп. Мен просто аударып отыра берем. Ал егер сен, мысалы, біліп отырсаң, неге түсіндіріп айтып кетпеске? Бұл Корей тарапын, Кореяда осындай еді. Соны меңдеп отыр бұлар. Кореяның жалпы технологиясы мынандай, солар мына Қазақстанның несін білмегендіктен үстіп отыр десе, уже әңгіме кете береді. Әңгіме кетеді. Сондай. Яғни аудармашының рөлі өте жоғары. Екі тараптың келісіп беруде, қандай да бір жақсы нәтижеге қол жеткізуінде өте үлкен. Бұл жерде яғни психологияны да білу керек, әр тарапқа айту керек, нені айтпау керек, солай ғой? Әрине. Аудармашы ең алдымен психолог, ең алдымен. Сіз енді саяси, жаңағы әртүрлі оқиғаларда, саяси кездесулерді көп аударып жүрсіз. Осы ретте қазіргі Қазақстан мен Кореяның арасындағы байланыс туралы қысқаша қандай сипат бере аласыз? Сипат енді біздің... Корей тілін оқитын студенттер, жастар көбейіп келе жатыр. Бұл жалпы, бұл үрдіске оңды баға береміз бе?
Бұл бізге сонша Корея мамандары қажет пе? Ары қарай бізде екі ел арасында байланыс дамып жатыр ма? Қазір байланыс өте керемет дамып жатыр. Біз 2009 жылдан бастап стратегиялық әріптестікке қол қойдық. Яғни қазір біз стратегиялық әріптес болып табыламыз Корея мен Қазақстан. Біздің өткен жылы екі мемлекет арасындағы тауар айналымы 6 миллиард доллардан асты. Енді экономиканы кішкене түсінетіндер түсінеді. 6 миллиард деген ол қандай ақша. Сондықтан бұл үрдіс өте оң болып келатыр. Енді сауда айналымы. Бүкіл мемлекет арасындағы байланыс ол саудаға кеп тіреледі. Яғни саудаға қарап қатынасын көруге болады. Енді қанша доспыз, қанша неміз деп тұрса да, сауда жағы болмай тұрса, яғни кішкене, яғни бір проблема бар демек сол жерде. Ал енді сауда керемет жүріп жатса, значит, екі мемлекеттің арасында қарым-қатынас өте жақсы деген сөз. Және де потенциал бар деген сөз. Ол деген не? Ол деген Қазақстанға Кореяның капиталы, немесе инвестициялары келуде деген сөз. Яғни көп компаниялар, көп бірлескен ұжымдар, ұйымдар Қазақстан елінде ашылып жатыр деген сөз. Яғни Корей тілінің мамандары қажет деген сөз. Сондықтан Корей тіліне деген сұраныс әрине әрқашан болады. Бірақ бұл енді біздің өмір ол циклді келеді. Яғни біресе көбейеді, біресе түседі. Ол нормальное явление. Одан түкте несі жоқ, қорқатын түгі жоқ. Кейде болады, кейде бір жылдары, мысалы, Корея бизнесі кішкене бәсеңдейтін жылдар бар. Сосын тағы да белсенді болып кететін жылдар бар. Яғни ол жаңа визиттерге де байланысты. Мысалы, осы жылы мысалға айтып жатырмын. Бізге Корея президенті келе жатыр дейік, мысалы. Онда бизнес деген қатты дамып кетеді. Сосын, мысалы, бірнеше жыл еш хабар ошарсыз бір-бірімізге бармай кеттік дейік. Бітті, бизнес оны бәрін сезеді, бизнесті кішкене бәсеңдейді. Сонда енді моменттер бар, ал Корей тілін оқитын балдар қыздарға айтатыным, сұраныс әрқашанда бар, әрқашанда болады. Ол өздеріңізге байланысты. Және де әрине барлық 100% мамандық бойынша істеп кету алыс нәрсе. Түскендердің ішінен бір менің ойым, енді мамандықпен істейтіндер бір 80-70%-ға кеп тұрса, ол өте жақсы нәтиже. Көбінесе өмір деген сондай. Басында бәріміз ойлаймыз, мамандықпен істеп кете береміз деп. Сондай нелер бар. Сондықтан Корей тілін үйреніп жүрсеңіздер де, сосын мамандық бойынша жұмыс таппасаңыздар да, мен баста айтқым келетіні ол Корей тілін ұмытпаңыздар. Себебі Корей тілі арқылы сіз Кореядағы болып жатқан барлық технологиялар, Кореядағы барлық білімді ала аласыз. Яғни, мысалы, Корей тілін білмейтін адам Кореяның нарығындағы ақпаратқа қол жеткізе алмайды. Корея нарығындағы бар біліктілік, тәжірибе, білімді ала алмайды. Яғни, сіздің Корея тілін білу арқасында сіз Қазақстандағы қанша миллион адамның ішінен өзіңіз сондай бір артықшылығыңыз пайда болады. Ал ол артықшылықты қалай қолдана білу, ол енді өзіңіздің қолыңызда. Сол Кореядағы, мысалы, үздік технологияны тауып алып, үйреніп алып Корей тілінде, сол үздік технологияны Қазақстанға алып келіп, енгізіп жатсаңыз, өте құптарлық нәрсе. Оған Корей тілінің қажеті де жоқ. Ол бизнес, мысалы, алып кетсеңіз, сол бір проектін алып кетсеңіз, ол өмір бойы сізге ол Корей тілі керек болмауы да мүмкін, бірақ жаңағы бастағанда сондай бір көмегін тигізіп қалуы мүмкін. Сондықтан сондай моменттер де бар. Яғни сол Кореяны біліп, танудың өзі сіздің бизнесіңізді кейін жандандыруға үлкен көмегін береді.
солай ғой. Әрине, тәжірибе. Ең бастысы білім және тәжірибе. Біз қазір ақпараттық дәуірде өмір сүріп отырмыз. Біздегі қазір бар не нәрсе, ол ақпарат. Ақпараттың бағасы мұнай жаңағы анау мынаудан жоғары. Көрдіңіз ғой мұнай қалай түсіп кеткенін? Минус 40% долларға түсіп кетті. Яғни тегін, даже тегін емес, саған $40 береді, алып кет деп мұнайды. $40 береді, просто алып кетуге мұнайды. Сондай жағдайға түсіп қалдық. Сондықтан көрдіңіз бе, бұл әлемде материалдық жаққа қарауға болмайды. Материалдық дүниеге деген қызығушылық болмау керек. Мәшина деген, бұл жалпы енді бір ақыл ойым ғой, енді өзімше бір ағалық. Анау Dior, Coco Chanel, анау мынаулар брендтер дегенде түк керек жоқ. Бастысы білім, бастысы ақпарат. Не ғұрлым басыңызда көп ақпарат болса, сол ғұрлым сіз биік дәрежелі жақсы жерде жүресіз. Ақпараты бар адам құр қалмайды. Ақпаратты көп білетін адам әлемді билейді дейді. Ал Бентлисі бар адам, ақпараты түк жоқ болса, ол Бентлисімен не істейді? Сол сияқты. Сондықтан корей тілі бұл сіздерге жаңа бір ақпарат әлемін ашады. Любой тіл. Ағылшын, мысалы айтады ғой, ағылшын тілінде әлемдегі ақпараттың 80% ағылшын тілінде екен. Сондықтан ағылшын тілінде үйреніп жүруіңіз керек сіздер. Міндетті түрде. Бір сұрақ туындап отыр ғой. Корей тілінен аудармаға тапсырыс берушілер көбісіне қай тілге талап етеді? Қазақ тілі ме, әлде орыс тілі ме, сондай болу керек? Экономика саласы орыс тілі. Экономика. Бизнес. Яғни орыс тілі бизнес тілі қазір елімізде. Яғни бүкіл бизнес, бүкіл көбінесе жаңағы бизнесмендер, контрактілер, бәрі сол орысша тіркеліп, орысша бизнес жүргізеді. Ал саяси аудармалар бәрі қазақша. Яғни екі меңгеру керек. Орыс тілінде? Әрине. Орыс тілінде жақсы білу керек. Қазақ тілінде жақсы білу керек. Мен қазақпын. Қазақпен қазақша сөйлеу керек деп, орыс тілін ұмытпаңыздар. Ол да әлемдегі үлкен бір пласт, жаңағы үлкен бір информация, ақпараттың несіне жолын ашып беретін тіл. Орыс тілі деген. Ол сондықтан қазақ тілі мен орыс тілін қатар алып жүріп, ағылшын тілін қатар алып жүріп, содан кейін жаңағы бір корей болсын, қытай болсын, жапон болсын, басқа тілде үйрене беріңіздер. Яғни қазір бізге қойылатын талап ең кемінде 4 тілді білу. Қазақ, орыс, ағылшын және шығыс тілі. Минимум. Екінші шығыс тілін керемет, солай ғой. Әрине. Былай босаңситын заман емес. Балаларға жоқ. керек, тек қана алға жылжу керек. Ал басқасы бұрынғы енді 20-шы ғасырдағыдай, 21-ші ғасырдың басындағыдай таныспен, мысалы, аудармашылар ешқашан менің ойымша таныспен жұмысқа орналаспайды. Біздің салада халявщиктер жоқ. Яғни жаңағындай дұрыс жұмыс істемейтін болса, ол автоматты түрде, табиғи түрде, орысша айтқанда забортон қалып қалады. Біздің салада ана көкенің, ана бәке сәкенің баласы несі деген жоқ біздің салада. Біздің салада нағыз мамандар. Таза еңбек ететіндер, әрине. Өте кәсіби мамандар ғана жұмыс істей алады. Әрине, қосыламын. Естеріңізде болсын, яғни сіз жалқаулық танытатын жұмыс іздесеңіз, онда аударма сіздің салаңыз емес. Тек қана таза, адал, өте барынша беріліп жұмыс істеймін десеңіз, өзіңізді кәсіби жағынан жан-жақты дамытамын десеңіз ғана аудармаға бара аласыз. Мен өзім бір қызықтарды айтайын. Қандай салаларды аударғанымды, қандай нелерді көргенімді. Мен птица фабрикада жүріп аудардым.
май шығаратын заводта жүріп аудардым. Бетон, гипс, полиэстер шығаратын заводтар, трубопроводный заводтар аудардым былай жүріп. Медицинский аудардым. Саясат енді былай анау мынау бәрі болды. Финанс жағы, карточки, банковский карталар бар ғой. Банкоматтың жүйесі, кредит саласы, депозит саласы, страхование саласы, үй құрылысы саласын аударғам, транспорт саласын аударғам, химия саласын аударғам. Енді аудармаған сала қалмаған шығар енді. Неше түрлі аудармаған болмапты. Сондықтан көріп отырсыздар ғой, салалар көп. Ол салаларды ұстау, есте ұстау мүмкін емес. Бірақ кішкене оқып, әр жерден бір ақпарат іздеп отыру керек. Переводчик должен быть любопытным. Любопытным, самое главное. Сол, қызығушылық таныту керек. Әр жаңа салаға, жаңа ақпаратқа, жаңа адамдарға ақпарат жинай беру керек. Баста ақпарат деген толып отыру керек. Өте білімі терең, дүниетанымы өте кең, сондай кәсіби маман болу керек. Енді бір тақырыптан бір ауытқитын бір сұрақ қояйын, өйткені бұл біздің студенттеріміздің көбісінің көңілінде болады. Біз жалпы шығыс тілдерін, шет тілін оқығанда бір ойларында болады студенттердің. Сол жаққа барып жұмыс істесем деген. Көбісі алдында студенттердің сұраған болатын, мысалы Кореяға бізге жұмысқа барсақ бола ма? Қандай салада барып жұмыс істей аламыз? Енді әрине тәжірибе жинақтап Қазақстанға қайтып келу үшін дегендей. Сондай мен бөлісе аласыз ба? Өте жеңіл. Қазір бұл Кореяның бизнесі біздің нарыққа қызығушылық танытып жатыр. Жалпы Ресей нарығына қызығушылық танытып жатыр. Бүкіл ТМД, тәуелсіз мемлекеттер одағының жаңағы нарығына көңіл бөліп отыр. Бұл деген не сөз? Яғни Samsung болсын, Hyundai болсын, LG болсын, кез келген компанияларда біздің нарықтарды білетін, біздің экономиканы білетін мамандар керек. Біздің заңдарды білетін адамдар қажет. Біздің саясатты білетін адамдар қажет. Біздің тілді білетін адамдар қажет. Яғни осы компаниялардың барлығында жұмыс істеуге болады, және қазірде көптеген қазақстандықтар, көптеген Ресей азаматтары, Өзбекстан азаматтары, Қырғызстан азаматтары сол компанияларда жұмыс істейді. Көбінесе сол халықаралық қатынастар департаменттері дейді, немесе халықаралық бизнес, global business дейді. Сондай бір бөлімшелерінде жұмыс істеп, біздерге командировкамен кеп тұрады. Яғни жұмыс істеймін дейтін адам әрқашан жұмыс таба алады. Тек өзін өзі көрсету керек, кез келген объявлениялардағы бір нелерде көріп жатса, стажировка, интерншип дейді, сондайларды тауып алып, құжаттарды тапсыра беру керек, көру керек, мың сан рет көру керек. Анау Джек Маны білесіздер ғой, Алибаба. Қанша рет байғұс ана KFC-ға ма, Макдональдс па, KFC, кажется, Макдональдс кіре алмай. Бірақ ақыры өз-өзін көрсетті. Сол сияқты ешқашан аянбау керек, құжаттарды тапсыра беру керек, бір программаны көріп қалсаңыз, тапсырыңыз, көріңіз, сол сияқты. Сондықтан жұмысты табуға оңай. Тек тіл білу керек, білімді болу керек, және адами қасиеттер, ең алдымен адами қасиеттер өте үлкен деңгейде болу керек. Сонда өте жақсы болады. Өте шынымен де өте қажетті кеңес, құрметті студенттер. Енді кейбіреуіңіз орыс жаңағындай қазақша түсінбедім дегендеріңіз болса, кейін сұрасаңыздар болады, әрине. Уақытымыз өкінішке орай шектеулі. Мемлекет басшысы сияқты 50-50 қылып орысшаға көшейік, ыңғайлы болып тұрса.
Без проблем. 4 минуттай ғана уақыт қалыпты. Жарайды. Үлкен рахмет Дәулет сізге келіскеніңізге, студенттерге сондай маңызды ақыл кеңес бергеніңізге. Менің ойымша болашақта да осындай кездесулерді, онлайн сұхбаттарды өткізіп тұруға болады. Қандай да бір тағы да бір арнайы тақырыптарға, мысалы сізді офлайн жүйесінде де күтеміз және онлайнда да күтеміз болашақта. Бұйыртса Алматыға келсем, келіп кетем әрине, өз альма-матерыма. Рахмет. Тағы сұрақтар болса, қойыңыздар, уақыт бар ғой әлі кішкене. Әлі 3 минуттай уақытымыз бар. Жақта бір студенттің бір сұрағы болған болатын. Корея мен Қазақстанның менталитеті. Ульяна Сансаним, здравствуйте, спасибо вам большое. Вижу вас. Спасибо, я рад вас видеть, читать. Большой вам привет. Ульяна Сансаним біздің өте сондай еңбекқор ұстаздарымыздың бірі, сондай бар жанды. Ой, менің жақсы көретін ұстаздарым ғой. Ұстаздарыңыз мықты болып тұр. Өзіңіз де жақсы сондай білімді еңбекқор болғаныңыздан осындай нәтижеге жетіп отырсыз деп ойлаймын. Мына жерде бір сұрақ бар. Вопрос. Корея мен Қазақстанның менталитеттері келмей қалып, аудару барысында келіспеушіліктер болған кездер басыңыздан өтті ма? Ондай көп болды, өте көп болды. Себебі қарапайым халық, Корей тарапынан болсын, Қазақстан тарапынан болсын, өзге тараптың мәдениетін біле бермейді. Мысалы, қай Корея азаматы біздің мәдениетіміз өте аз. Ал біздің қазақстандықтар Кореяның мәдениетін терең біле ме? Неден басқа? Сериалдан басқа, кей-поптан басқа біле бермейді. Сондықтан әр кездесуде қиыншылықтар туындайды. Әр кездесуде бірін-бірі түсінбейтін жағдайлар көптен кездеседі. Бірақ сол аудармашының жұмысы сол келіспеушіліктерді ақырын алып тастап, екі тарапқа да түсіндірме жұмыстарын өткізіп, сөйлесіп, яғни түсіндіріп отыру керек. Сонда мәселелер шешіледі. Ал ондайлар көп болды. Ондай көп, өте көп сондай. Мына жерде жаңа тағы да бір сұрақ болған. Так, у меня есть вопрос. Валюта одна из составляющих в экономике любой страны, но почему экономика Кореи в разы мощнее нашей, но валюта дешевле тенге? Это я не буду здесь умничать. Я этот вопрос переадресую экономистам. Вы, конечно, меня извините, но мы можем какие-то теории, какие-то разговоры, но это как все равно, что мы сейчас любим коронавирус обсуждать. Каждый стал экспертом по эпидемиям, каждый стал экспертом по вирусам. Каждый может быть и прав по-своему, поэтому я, может быть, где-то и правильную сторону поймаю, да, ответ и буду идти по правильному направлению, но я не экономист по профессии, поэтому я лучше им оставлю этот вопрос. Извините. Дәулет, үлкен рахмет. Уақытымыз міне бітті. 10 секунд уақытымыз. Келесі кездескенше деп айтамыз. Сізге тағы да сау болыңыздар. Жарайды, сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.